Қайырлы күн, қайырлы таң мүмкін баршаңызға. Бүгін бізде ананың ақ батасы интенсивінің алғашқы алгоритмдерін салу күні басталды. Яғни біздің интенсивте өзі 4 нейрографикалық алгоритм беріледі. Бірінші алгоритмі ол анаға арналған гүл. Яғни бұл алгоритм туралы қысқаша айтып өтетін болсам, біз өзіміздің ішкі жан дүниеміздегі внутренний ребенок дейді ғой, ішкі жан дүниеміздегі кішкентай баланың, например, мен Айзаттың ішкі жан дүниесінде кішкентай ғана Айзат бар, который бір нәрселерді қалайтын, кейде көрініп қалады, бір болмайтын нәрсені қызғанып қаламыз, болмайтын нәрсеге ренжіп қаламыз, әсіресе үлкен кісілерге қатты көрінеді. Сондай ішкі жан дүниемізде бір баламыз бар, который ол белгілі бір нәрселерді қалайтын, немесе белгілі бір нәрселерге ренжіп қалған ішкі жан дүниеміздегі бала бар. Сол балалық халге түсе отырып, біздің сол сәттегі анамыздың іс-әрекеттеріне, яғни анамыздың сол кездегі жасаған дүниелеріне, ол негативті болатын болсын, ол позитивті болатын болсын, соларды еске түсіру арқылы, соларды біз егу арқылы, біздің түп санамызға қайтадан егіп өңдеу арқылы біз гүл жасап шығаратын боламыз. Яғни ресурс арттырамыз, тамырын түбірін табамыз да ресурсымызды арттыратын боламыз. Бұл алгоритмде көп адамдар сұрақ туындайды: біз анамен қарым-қатынас жақсартамыз. Жоқ, сіз анамен қарым-қатынас жақсарта алмайсыз. Егер де неғылса, просто біз ананы түсінуге көмектесетін алгоритм. Осы кезде бір жақсы дүние еске түседі да, не дейді, біздің өмірде таңдау жасай алмайтын нәрселердің, дүниенің, адамның бірі ол бізде анамыз, ата-анамыз. Біз өмірде ата-анамыз бен ата-анамыздың таңдау жасай алмайтынымыз ата-анамызға. Яғни біз ата-анамызға жаңағы не істей алмаймыз, выбор қоя алмаймыз, претензия таға алмаймыз. Не үшін? Себебі біз сол кісілер арқылы өмірге келдік, біз сол кісілер арқылы өмір сүріп жатырмыз. Қазір жеткен жетістігіміз болсын, қандай өмір сүріп жатсаңыз, бұл біздің ата-анамыздың жемі. Және ата-ананың осы кездегі балалық шақтағы осы әрекеті дұрыс емес деген талқылап, обсуждение жасамаңыздар. Яғни кінәламаңыздар бұл алгоритм барысында. Неліктен? Себебі сіздің кінәлауға хақыңыз жоқ. Сіз кімсіз? Сіз өз анаңыз кінәлайтын. Ол барын берді. Шындап келгенде анамыз барын берді. Бар дүниесін берді, бар жақсылығын берді. Оның ойынша, оның пайымдауынша ата-анамыздың сол сәтте жасап жатқан дүниесі ол дұрыс еді. Мен дұрыс нәрсе беріп жатырмын, мен осылай баламды тәрбиелеп жатырмын, осылай өмірге үйретіп жатырмын деген ол кісілер түсініп болды. Дәл қазірде сіз өзіңіздің перзентіңізге бір сәт ойланып көріңізші, сіз де өз перзентіңізге барыңызды беріп жатсыз, кейде перзентіңізді ол нәрсе қанағаттандырмайтын, қазіргі таңда ашық түрде көрсетіп байқап қалып жатқан сәттеріңіз болады. Сондықтан кінәлау деген түсінікті мүлдем алып тастаңыздар. Мүлдем алып тастаңыздар бұл процесте. Сіз анаңызды барынша түсінуге тырысыңыздар. Сосын міндетті түрде бұл алгоритм салу үшін сіздің анаңыз дүниеде болуы маңызды емес. Мүмкін біреуіңізден ерте, біреуіңізден кеш, мүмкін үлкен шығарсыз жасыңыз, білмеймін, сіздің анаңыз өмірден өсіп кеткен болуы мүмкін, немесе анаңыз өмірде бар болуы мүмкін. Кәнекей бар болса, ол кісінің бар рөлін қазіргі таңда өзі басқарып, өзі тербетіп отырған болса, кәнекей өте күшті. Өйткені біздің өмірден анамыз кеткеннен кейін ана орнына басатын бауырдың ішінен біреу рөл алып кетеді. Мүмкін ол сіз болуыңыз мүмкін. Бәріне қамқорлық жасап, анаңыздың рөлін жасап, жұмысын жасап кетіп жүрген, бауырлардың арасында. Сондықтан егер ол кісі өмірде бар болатын болса, яғни ол кісі өз рөлін, өз бағытын, өз несін беріп отырған халде отыр, яғни өз рөлінде. Ешкімге рөлін берген жоқ та. Егер анаңыз болмаған жағдайда, біз міндетті түрде анамыздың тірі кезіндегі емес, дүниеден озса да ол кісімен балалық шақ арқылы подсознательно байланыс жасайтын боламыз. Одан кейін жаңа айттым, талқылауға, обсуждение жасауға, кісілер кінәлауға мүлдем хақыңыз жоқ. Мүлдем ондай нәрселерді ойламаңыздар, ойларыңыздан шығарып тастаңыздар. Егер де негативтік ой келіп жатқанның өзінде шегеріп тастауға тырысыңыздар, ойламауға тырысыңыздар, жаңағындай кінәлау процестер келіп жатқан жағдайда, наоборот, сол нәрсе кінәлау процесі келіп жатыр ма, сол кездегі бір негативті іс-әрекет келіп жатыр ма, оны жаңағы тамыр ретінде орналастырып отыруымыз керек. Оны да дальше алдағы неде айтатын боламыз. Так, бізде бүгін ең алғашқы 2 минуттық жаттығудан алдын, давайте 2 минуттық жаттығудан кейін дейікші. 2 минуттық жаттығудан кейін, лучше солай дұрысырақ болады. 2 минуттық жаттығудан кейін сіздер медитация жасайсыздар. Қазір отырасыздар да, мені видеоны паузаға қоясыздар да, 2 минуттық жаттығу 20 сөз жазып шығыңыздар. Кімде ол сөздер маңызды емес, қандай келу ол алдыңғы видеода түсіріліп көрсетілген, Хорошо. Келесі. Паузадан кейін бізде медитация басталады. Орныңызға, отырған орныңызға, тіке аяғыңызға, сонымен қатар жаңағы денеңізге, яғни денемізге өте қатты мән береміз, нейрографикада. Денемізге мән бере отырып, барлық медитацияда денемізді басқара отырып, босаңсытып отырып, басқарамыз, босаңсытып отырып медитация бастайтын боламыз. Барлықтарыңыз көздеріңізді жұмыңыздар.
демалып отырыңыз немесе жатыңыз, иә. Егер қаласаңыз, жатуыңызға да болады. Ыңғайлы қалыпта болыңыз. Көзіңізді жұмып бірнеше рет терең тыныс алыңыз. Мұрын арқылы баяу демалып, ауыз арқылы баяу шығарыңыз. Бар зейініңізді қазіргі осы сәтке аудара отырып тыныстаңыз. Дәл қазіргі денеңізге мән беріңіз. Тыныс алуды ұмытпаңыз. Яғни тынысты мұрын арқылы 8-ге дейін алып, іште 8 секунд ұстап, сыртқа 8 секунд бойы шығарыңыз. Яғни дыхание аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ұстаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шығарамыз. Ауызбен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шығарып жатқан кезде бар ынтаңызбен денеңізді босаңсыта отырып шығарыңыз. Жаттауды бірнеше рет қайталай беріңіз. Көзіңізге елестетіңіз. Кішкентай кезіңіздегі өзіңізді елестетіңіз. Мүмкін сіз 5, 7 немесе 10 жаста боларсыз. Қай жас екеніңізді ойлаңыз. Ол бала қайда? Үстінде қандай киім бар? Бет әлпеті қандай? Ол не істеп жатыр? Қуанышты ма, әлде мұңайып тұр ма? Елестетіңіз. Оған жақындаңыз. Ол балаға ақырын жанына барып отырыңыз. Немесе тізерлеп тұрыңыз, бетіне қараған кезде. Оған жылы сөздер айтыңыз. Мен сені көремін. Сенің сезімдерің мен үшін маңызды. Мен сен үшін осындамын. Сен жалғыз емессің. Оны құшақтаңыз. Оны құшақтағаныңызды елестетіңіз. Сіздің жылуыңыз оған жетіп жатқанын, оның жүрегі тынышталып жатқанын сезіңіз. Оны тыңдаңыз. Ішкі балаңыз сізге не айтқысы келіп тұр? Оның не нәрседен қорыққанын, неге мұқтаж болғанын тыңдаңыз. Еш сынсыз тек тыңдаңыз. Қайтадан сіз олада болып кішкентай балаңызға оны жақсы көретініңізді жеткізіңіз. Ол қандай болса да, қандай адам болған болса да, оны жақсы көретініңізді айтыңыз. Оны сүйетініңізді айтыңыз. Ішкі балаңыз қалған кезіңізде қайта келуге уәде беріңіз. Оған сен қалған уақытта мен саған қайта келемін деп айтыңыз. Және мен сені жақсы көремін. Саған қамқор боламын деп айтыңыз. Оны өз жүрегіңізге орналастырып, ақырын медитациядан шығыңыз. Ендігі медитациядан кейін қолымызға маркерімізді аламыз. Маркер, двусторонний маркер алынады. Осы маркердің көмегімен нейрографикамыз бүгінгі бастаймыз. Ең алдымен біз гүл салу үшін міндетті түрде гүлдің астына жер саламыз. Менде мысалы осындай дөңгелек болды. Біреуіңізде пәс болуы мүмкін, біреуіңізде берік болуы мүмкін, білмеймін кімге қалай. Осылай үстінен тосам, басып болуы мүмкін. Бұл біздің жер анамыз. Өмірде бізді жаратқан ана бар, және біздің жер анамыз бар. Бұл біздің қазіргі таңдағы жер анамыз. Яғни осы жер ананың жер арқылы, энергиясы арқылы біз қазір ұрық отырғызып, сол ұрықпен ресурсымызды жоғары қарай көтеретін боламыз. Сондықтан қазір сіздерге түсініксіз болып жатқан болуы мүмкін. Қазір сіздерге бір гүл салып көрсетемін. Қараңыздар,
Бұл гүлді көрсетуден алдын мен бір нәрсе айтып өткім келеді сіздерге. Қазір нейрографикалық гүлдің ішінде, иә, осылай мысалға сызып жатырмыз ғой, тамырымызды, тамырын сызып жатып, жоғары қарай өсеміз. Өскен кезіңізде мысалға кейбір варианттар көрсетемін қазір. Біреулер бүйтіп салсаңыздар болады гүлді. Жай ішіне круг айналдырып салсаңыздар болады. Или бүйтіп салсаңыздар болады. Сөйтіп қалып жоғары жағын былай бүйтіп гүлдендіріп қойсаңыздар болады. Білмеймін кімге қалай екенін, иә. Осылай да гүл жасасақ болады. Және жапырағын бізге бүйтіп апарып бүйтіп қайтып жапырақ істеп қойсақ болады деген сияқты да. Бәрі нейрографический линия арқылы жүреді. Екінші вариант сіздерде мысалы кейде бүйтіп салған ұнайды маған, например. Өйстіп тамырын саламын да гүлдің. И көтерілемін да круг істеймін. Иә. Осылай круг істеп тұрамын да, содан бастап бүйтіп мына жерден алдым. Нейролог сияқты қылып. Бұл дұрыс шықпай жатса қолдарыңызды коррекция жасай береміз, кейін қосатын жерін қосамыз. Алатын мысалы және жүр 4-5 болып қалып мысалы мен қазір нейрографический линия кезде олай жасап жүре саламын, мұнда тұрған еш нәрсе жоқ. Деген сияқты. Кім қалай салғысы келеді, кім қалай жасағысы келеді, өз еріктері. Одан кейін тағы бір вариант бар, мысалға тамырын отырғызамыз, нейрографический линиямен көтереміз, сөйтеміз, круг болып тұрамыз. Осылай жасап келе жатады да. Бүкіл эмоцияны сезініп отыр. Келеді да, мысалға бүйтіп жасаймын. Просто бүйтіп жасаймын. Бұлай айтқан кезде кім қалай жасағысы келеді солай ғой. Кім гүлді қалай жасағысы, яғни белгілі бір болып тұрған мына вариант дұрыс, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс деген нәрсе жоқ та. Сондықтан сізге қалай ыңғайлы, тура солай жасай бересіздер. Түсінікті ғой, иә? Маған мысалға более бірінші және екінші вариант өте қатты ұнайды. Сіз кімге қалай? Мүмкін тұлпан сияқты жасағыңыз келіп отқан шығар. Оны көре жатасыз, иә? Так, қазіргі енді состояниемізге көшейік. Жаңағы ішкі баламыздың қалаулары не екен, не қалаған екен, іштей сол бүкіл нәрсенің эмоцияның бәрін сезініп отырамыз. Яғни айттық қой жаңа біз кінәламаймыз, мүлдем кінәламай отырып анамызды түсінуге тырысамыз. Например, менің анамның бір жақсы қасиеті деп айтайық. Мысалы, сіздер де өз аналарыңыздың жақсы қасиетін риза болған, молодец, мамам осы кезде герой болды ғой, осындай нәрсеге қарамастан біз осылай жасады ғой деген сияқты ресурс табуымыз керек. Иә? Мысалға, менің бірінші еске түсіретін нәрсе ол магистратура оқымаймын деген күйім да менің. Мен магистратура оқымаймын, керек емес деген кезде мамам менің дипломымды алғанда, жаңағы дайын тұрған диплом нотариальный несі болған, разрешениесі болған, мен оған қол қою құжаттарды алу бойынша. Сөйткенде мен қызымды босанып жатқан кезде бакалавр дипломымды алып, жаңағы бір танысында, приемныйдағы танысына барып тастап кеткен ғой. Үйге алып келмеу керек болған ешбір да. И сөйткенде тастап кеткенде айтқан мен қызымды жіберем. Дипломын ни в коем случае беруші болма. Алдайсың ба, мына жерде бүкіл навыкыңды қолданасың ба, мен қызыма магистратура түсуге уговорить етіңіз деген ғой. Сонымен жаңағы біздің мамам тастап кеткен дипломға мен дипломын ғана алып келемін деп кетіп едіңіз ғой деймін ғой, мен жас босанып отқан әлі қырқымнан шықпаған. Сол кезде мама, жүр мен сен дипломыңды ана бір қызға тастап кеттім, барып консультация алып қойшы магистратура бойынша деп қоймады да. И мен бардым, сөйтіп барған кезімде ана қыз енді түрлі нәрсе айтты. Университетте жұмыс жасайсың, магистрлік дәрежені бітірсең, осынысынан сен оқушыларға сабақ беріп әбіржіп жүресің ба психологы болып? Давай лучше сен университеттегі студенттер психолог дайында, сен қайтағы не қандай направлениеге қызығасың, психологияның анау деп енді ана қыз сөзбен баураған кезде мен құжатымды тапсырып кеткен болатынмын. Сөйтіп тапсырып мен магистратура оқуға түсіп кеттім. Сонда соның арқасында магистрлік дипломды ала салысымен 2015 жылы Мұхтар Әуезов университетіне жұмысқа кірдім. Сол кездегі мамамның ер жүректігіне, жаңағы батыл шешім қабылдай алатындығы қазір мен есіме түсіп отыр да. Мысалға менің анам өте батыл шешім қабылдай алатын, жаңағы сол кезде менің өмірімнің қазіргі таңда күшті болуына әсер етіп отырған осы анам екенін еске түсіреміз. Тамыр арқылы біз еске түсіреміз. Міне қазір мен есіме түсірдім, осындай мамам осындай нәрсе жасады, магистратураға түсім. Өйткені кейінгі таңда мысалы қанша қыздарды көрдім, которые өте талпылап күшті болып жатты, бірақ магистратура оқиын десе грантқа түсе алмайды, грантқа платный оқиын десе оқу апатасы несі жетпейді. Солар қиналып мұғалімдік тарапқа көше алмай қалып кеткен қыздар бар да. Ал мен олардың қасына қарағанда сондай анамның мықты батыл шешімдерінің нәтижесінде мен осындай жаңағы мұғалімдік дәрежеге жеттім. Міне көрсем ма, мен сізге түсінікті болу үшін өз өмірімдегі доскональный ситуацияны айтып беріп жатырмын, иә. Міне мен сол жемісім анамның батылдығы. И осы арқылы менің бойымда не пайда болды? Осы арқылы, иә. Мен осы арқылы жаңағы өмірде көптеген батыл шешімдер қабылдауға үйрендім. Кез келген уақытта, кез келген жағдайда мен өмірімде үлкен батыл шешімдер пайда бола бастады. Мен жаңағы ешкімге тәуелсіз тұрғыда самостоятельно жаңағы шешімдер қабылдауды үйрендім. Көптеген шешімдер қабылдадым, которые менің өмірімді мүлдем басқа жаққа қарай өзгертетін ше.
міне осы көрсем, оказывается, мен өмірде үлкен шешімдерді қабылдауыма жаңағы үйреткен анамның қайсы ресурс екен, ол маған жасаған іс әрекет екен. Сол іс әрекеті менің өмірде батыл шешімдерді қабылдауыма көмектескен. Міне менің алғашқы гүлім осыдан басталды. Осы кезде жасап жатқан кезде мысалы менде көңіл босау келіп жатыр. Не үшін? Сол кездегі ситуациясын, мама мен оқымаймын, керек емес, адам өзі бір бакалаврдың өзін зорға бітіргенімде жаңағы екіқабат болып әбіршіп жүріп, енді тағы оқу деп жатсыз ба кішкентай баламмен деп мен жаңағы жылап тестке барып тест тапсырмаймын деп барғам. Сол кезде мамам мысалы маған баламды кішкентай шақалағымды сыртта көтеріп далада жүріп мен тесттен шыққанымды жаңағы Мұхтар Әуезов университетінің алдында әлі күнге дейін есімде, тесттен шыққанымды күтіп жүрген болатын. Прям қазір менде жас келіп жатыр көзіме. Это тоже нормально, қыздар, егер эмоция келетін болса, эмоцияны шығарып алған дұрыс. Егер анам сондай батыл шешім қабылдамағанда, қазіргі таңда мен сол университеттен жұмыс істеп, осындай қазір декретке шығып отырар едім, сол жерден қандай жетістіктерге жеттім. Мысалға сол университет арқылы баспана алдым, мысалы университетте жұмыс істеу арқылы көзім ашық болып, көкірегім ояу болды, не деген үлкен күшті топтарда болдым, жақсы окружениеде болдым. Осының барлығы дерлік жаңағы анамның арқасында. Яғни менің қазіргі таңдағы батыл шешім қабылдауыма көп көмектескен ресурс сол кісі екен. Яғни біз кінә іздейтін болсақ, анамыздан көп табасыздар, өте көп. Бірақ осылай мен сияқты ситуацияға еске түсіріңіздер. Сосын содан кейін мынандай сұрақ туады ғой, менің айтам деп ұмытып кеттім, менің анам жоқ қой өмірде, көрмегенмін дегендер, ананың орнын басқан адам бар, яғни оны асырап алған адам бар, немесе жаңағы оны жаңағы естіген адам бар, не дейді, әпкесі бар, ананың рөлін атқарған деген сияқты. Сол кісілермен контактысы, сол кісілермен отношениясы туралы сала берсеңіздер болады. Өйткені сіздің ресурстарыңыз автоматически сол жаққа қарай ауысып кетеді да, егер анаңыздың тула салысымен дүниеден көрмеген болсаңыз. Одан кейінгі тағы бір күшті бір ситуация есіме келіп тұр. Мына негізінде сразу округление жасап кетсеңіздер болады. Жаңағы айтып отырып, эмоциямыздың қандай эмоция келіп жатыр мысалға. Менде жаңағы сол ризашылық келіп жатыр. Анама деген ризашылық, жаңағы рахмет, алғыс, алғыс ол кісіге үлкен, алғысым шексіз, потому что округлять етіп отырып, дөңгелектеп отырып, эмоцияларыңызды еске алыңыздар, жаңағы алғыс, ризашылық, мен ризамын ол кісіге. Жаңағы сол кезде сондай шешім қабылдағанына, егер ол кісі сондай шешім қабылдамағанда, мен қазіргі таңда өз өмірімді елестете алмаймын, елестете алмаймын. Өйткені қандай болатын еді, мүмкін жай басқа бағыт таңдап кетер ме едім, білмеймін. Бірақ мен өзімнің қазіргі таңдағы осы мамандықты таңдағаныма өте қатты алғысым шексіз сол кісіге. Өте қатты ризамын. Мына қараңыздар, мынаны үшкір болады ғой, мен сияқты сағандарыңыз болса, үшін бүйтіп дөңгелектеп жүріңіздер, мынандай жерлерін дөңгелектеп жүріңіздер. Менің өмірде қабылдаған батыл шешімдерім мысалы, осы кезде сіздерде қандай эмоция туындады, сол эмоциямен салыңыздар. Мен сол кездегі батыл шешімдерім, қазіргі таңдағы қабылдаған, мен қабылдауыма тура келген батыл шешімдер бар. Алдағы таңда ермен келесі алгоритм бізде ер мен әйел энергетикасы бойынша болады. Ол кезде де атын айтқанымен, атынан мүлдем басқаша тақырып, басқаша тема, басқаша обсуждение кететін болады. Просто атаулары сондай да. Өте қызықты тақырып бар, ода да осы жаңағы батылдық туралы айтылатын. Сіз дәл қазір өзіңіздің гүліңіздің эмоциясына мән беріңіз. Не сезініп жатсыз, қандай сезініп жатсыз, кімдер есіңізге түсіп жатыр, жаңағы талқыламаймыз. Егер менде мысалы алғыс келіп жатса, мама, мен сізді жақсы көремін. Менің өмірімде осындай шешім қабылдауға мені үйреткеніңіз үшін үлкен алғыс. Шынымды айтсам, өте қатты алғысын білдіремін анама деп. Осылай тура мен қазір сіздерге эмоцияны қалай айтып жатырмын, тура солай жаңағы өздеріңіздің эмоцияларыңызды айтыңыздар. Егер кейде бір болмай бара жатса, реніш шығу керек болып, мамаға айту керек болып жатса, дәл қазір сіздің жаныңызда, сіздің балалық шағыңыздамыз, біз қазір балалық шақтағы состояниедеміз. Балалық шағымызда біздің анамыз қазір біздің жанымызда, ол біздің қасымызда, ол бізді всегда тыңдап отыр қазір. Сізге ешқандай талқылаусыз, сізді дұрыс емес демей, қазір таңда тыңдап отыр. Жаңа айттым ғой, анамыз бар болса да, жоқ болса да, ол кісі бізді тыңдап отыр, ол кісі бізді естіп отыр, барынша. Солай бүкіл эмоциямыздың бәрін айтыңыздар. Егер айтқыңыз келіп жатса, мама, мен сізді жақсы көрген кезінде, осындай батыл шешім жеткізгеніңіз үшін, мысалы, мен сізге алғыс айтып үлгермеген болсам деп, мысалы, менің анам қазіргі таңда бар. Ол кісі жаңағы всегда жақсы көретінімізді айтамыз мамаға. Ананы олай жасамайсыңдар ма, мынаны былай жасамайсыңдар ма деп всегда ақыл айтып отырады. Кейде көп адамдар ренжиді ғой, жаңағы неге ақыл айта береді ол кісілер. Пускай жаңағы ақыл айта бермей тыныш отырса ғой, біз де кішкентайымыз білеміз ғой деп ойлайсыздар ма? Қазір мамаларыңыз бар болса, онда ойланыңыз.
ол кісі өзінің рөлін толық атқарып жатыр да, рөлін ешкімге бермеген, өзі ақтарып жатыр. Ол кісілердің жаратылыстары сондай, олар сөйтіп айтуға тиісті адамдар да біздің өміріміздегі. Одан басқа ешкім жоқ бізге өйтіп айтатын. Ешкім де ол сияқты қылып айта алмайды. Сондықтан егерде анаңыз өмірде болмаса, ол кісінің қазіргі таңда көру мүмкіндігіңіз болмаса, онда осы ситуацияны, дәл қазіргі эмоцияны өте қатты пайдаланыңыз. Анаңызға айтатын нәрсеңіз болса айтыңыз, жақсы көретініңізді айтыңыз, лажы болса позитивті айтыңыз, иә. Мен сізді жақсы көремін, сіздің болғаныңызға рахмет. Осы, оказывается, осы состояниемде батылдықты, иә, шешім қабылдау, батыл шешім қабылдауларды бірінші өзіңізден алған екен ғой, өзіңізден үйренген екен ғой, ана үшін мың да бір алғыс деп айтып, осы ситуацияны жіберіп болғаннан кейін міндетті түрде тамырын тереңге жаямыз. Яғни біз бір бүгінгі тұрақты түрде егеміз деп айтамыз, былай айтқан кезде. Маған үшеуі жеткілікті болып тұр ма, жоқ. Прям бийтіп егіп тастағым келіп тұр. Мен прям тамыры ажырамайтындай қылып, иә, осы батылдық, батыл шешім қабылдау. Бұның да қиылысқан жерлерін окружение жасаймыз. Көріп отырсаңыздар, мен маркердің мына жағын қолданып отырмын. Сіздерде қандай сезім болды? Міндетті түрде обсуждениеге кері байланысқа жазыңыздар чатқа. Айтыңыздар, не сезім келді салып жатқан кезде. Ол анау ойламаңыздар, ой, қазір мен сезімімді айтып отырамын ба, жоқ, ол айзатқа пайдалы шығар, чтобы чатта обсуждение деп. Ондай сезімді алып, ойды алып тастаңыздар. Сіздер айтқандарыңыз, қаншалықты көп айтқандарыңыз соншалықты маңызды. Өте маңызды сіздердің айтқандарыңыз ше. Кері байланыс өте маңызды. Сол кері байланыс жаңа айтып, сурет салып болған кейін инстаграмға отмет ету біздің түп санамызға бір финиш қой, бүйтіп қарасаңыздар. Досты балғандарыңыз бар ғой араларыңызда, мен ақшам магнитім, сол жерде формула сабағында күшті айтады, жаңағы күшті айтамыз, иә, жаңағы установка, негативті установкалар туралы, одан кейін біздің подсознание туралы сабақтар бар, сол жерде тыңдасаңыздар күшті айтылады. Яғни подсознаниемызға біз финишті көрсетеміз, мен жасадым, аяқтадым деген сияқты, осы интенсивтің нәтижесін. Сондықтан кері байланыс жасаңыздар, айтыңыздар, талқылаңыздар. Өздеріңізге қалай гүлдеріңіз ұнап жатыр ма? Егер ұнамаған тұсы болса, коррекция жасаңыздар. Мне, например, осы гүлім ұнап жатыр, өйткені менің бойымдағы осы батыл шешім қабылдайтын өзіме қалыпты ұнайды. Екінші, осы бір күшті нәрсе есіме түсті, хорошо, бөлісейін сіздермен. Бір тамыр отырғызамыз. Бұл тамыр менің әкем өте жастайынан инвалид болып қалды. Өте жастайынан, 40 жасында ма, сондай 45 жасында ма дүниеден озды. И осы кезде, білесіздер ма, әкем ерте дүниеден озғаннан кейін бізде рөл ауысады дедім ғой, ананың рөлі ол үлкен ағамға көшті. Үлкен ағам біздің әке рөліндегі жанға айналды, бүйтіп қарасаңыз, иә. Әке рөліндегі жанға айналды, сол кісі біздің әкеміздің рөлін атқарды. Ол кісі қайтыс болардан алдын инвалид болып қалды да, сөйтіп инвалидтігін, мамам жас болса да, мамам сол кезде, әкем инвалид болған кезде, мамам 32-33 жаста болған. Сонда менімен қатар болған ғой, менімен қатар кезде күйеуі постельный режим жатқан. Бірақ анам сол жерде үлкен адалдық танытып, ана әкеме ше, көрсеңіз, өздеріңіз эмоцияларыңызды айтып отырыңыздар осы кезде. Мысалға менің әкем, анам үлкен адалдық танытты, адалдық таныту арқылы жаңағы әкем жастайынан инвалид болып қалса да, күйеуі 40-қа жетпей инвалид болған, по-моему. Сөйтіп инвалид болып қалса да, әкем соны тастап кеткен жоқ, қарады. Әкем сол, анам әкеме қарады да. И жаңағы всегда бізге айтатын, папаңды сыйлаңдар, папаларың ашуланбасын, папаларыңа қараңдар деп. Всегда бізге айтып отыратын, әкем туралы өте жақсы информация беріп, әкеміз ауру болса да, ол кісінің ауру екенін білдіртпей, жаңағы сол информация жасап отыратын, айтып отыратын. Сол кісінің еріне деген, жұбайына деген адалдығы маған қазір тамыр болып түсіп жатыр да. И содан ресурс аламыз да, жоғары қарай өсеміз. Білесіздер ма? Гүлдер бір-бірімен байланысуы мүмкін, қыздар. Ол кісі осы кезде не еске түседі? Менің отбасылық қарым-қатынасым есіме түседі. Осы кезде отбасылық қарым-қатынастарым есіме түседі. Яғни адалдық, ер адамға адал болу эмоциясын, ер адамға адал болу күйін мен осы шыны керек анамнан үйренген екенмін. Сондықтан кімге қандай ой келеді, сол ойды жазыңыз. Мысалы, қазіргі эмоцияңыз сіздің. Осы таққан кезде менің эмоциям қандай болып жатыр? Менің эмоциям прям, қалай айтсам болады, өзімнің отбасылық жағдайым есіме түсіп жатыр. Сіздерге әдейі басқаша гүл көрсетіп жатырмын негізінде маған осылай салған өте қатты ұнайды, мен өте көп осылай салам. Бірақ сіздерге түсінікті болу үшін басқаша да гүл түсіріп көрсетіп жатырмын сіздерге. Қазір маған ұнамай тұр, мен қазір коррекция жасаймын, осыны қалай жасайтынын мән беріп отырыңыздар. Мысалға, менің мынандай нәрсе бар екен да, оказывается, мен жұбайыма, жолдасыма жаңағы
подсознательно қиындық көп келген қалай екен, менде осознанный нәрсе осы болған, осы ситуациядан пайда болған. И потому что мен мамам сияқты адал болуым керек қой. Түсіндіре алып жатырмын ба? Мен мамам сияқты адал болу үшін, осы эмоция осылай болу үшін, яғни әкеме жасаған адалдығын көріп алған ғой. Сол адалдығын осы эмоция арқылы жаңағы не істеу үшін адалдығын жасау үшін маған не істеу керек болып тұр? Маған мен жұбайым қиындыққа тап болу керек. Потому что мен мамам сияқты адал болуым керек қойған қиындық түскен кезінде деген нәрсе пайда болған да менде. Әлі күнге дейін қанша осы адам өзімен жұмыс істесем де, менде мынандай сезім бар. Күйеуімді әйтеуір бір нәрсеге кедергі қиындық тап болады да, мен сол қиындықтан күйеуіме көбісінде көмектескім келіп тұр жұбайыма. Келе жатамыз да, машинада келе жатамыз да, оның машинасы соғысып қалады. Именно мен мінген кезде соғысады, мен мінген кезде бір жағдай болады, әйтеуір сондай да. Поэтому жаңағы сондай ситуация өмірімде көп болады мен қасында жүрген кезімде да. Сондықтан кейін барып подсознательно ойласам, мен сондай ситуацияларды мен өзім тартамын да жұбайыма қарай. Жаңағы тауып келген ақшасы бір нәрсе жетпей қалады кейде. Әйтеуір бір нәрсе жасаса ол дұрыс шықпай қалады. Именно сосын айтамын, сен қоя салшы, сен істемей ақ қоя салшы, мен істей берейінші, бәрібір сен істегенің әйтеуір бір нәрсе шығады ғой деп сөйтіп айтамын да. Сол эмоциям менің жаңа алған адалдық эмоциям осы неден алғам да, яғни жұбайым адал болу керек деген сияқты. Оның алып жатқан нәрсенің негативті жағы да бар, позитивті жағы да бар. Ал несі, мысалы мен всегда жұбайымды кез келген уақытта сенімді жар болатындай қорғай аламын. Мен қолымнан келеді да қорғау ше. Қорғау оған адал болу қолымнан келсе де, оның оң жағына шығуға дайын тұрамын, оң шешім шығаруға дайын тұрамын. Бірақ оның негативті жағы да бар да. Мен сол эмоцияны, сол ресурсты мен осы анамның әкеме қараған кездегі адалдығынан алғам. Сіздер де мысалы студенттер айтады да, жаңағы бір күн офлайн встречада осы салып отырсақ айтады, мен жаңағы әкем жаңағы ауру болған,